Баршаңызға ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен Каз Ма Тайм каналы, алғашқы ма жайлы жаңалықтар каналы. Ал біз бастаймыз. Найза промоушені ресми сайтта Асу Алмабаевтың әлемнің үздік лигасымен келісімшартқа отырғанын хабарлады. Асу 29 жаста, оның статистикасы 17 жеңіс, 2 жеңіліс. Ол найза чемпионы және бір глобал уақытша чемпионы болды. Сонымен қатар Brave, Fight Nights және ACB промоуындарында шайқасты. Асу ең жеңіл салмақта өнер көрсетеді. Мұнда Қазақстаннан әзірге тек Жалғас Жұмағұлов ұсынылған. Наурызда Асу Шавкат Рахмоновқа секундант болды. Ал кейінірек Шавкат президенті Дана Уайтпен кездесуде Асуға қол қою мүмкіндігін талқылағанын айтты. Алмабаевтың UFC-дағы болашағын қалай бағалайсыз? Жалғас Жұмағұлов өзінің Instagram парақшасында оған жаңа қарсылас табылғанын айтты. Ассалаумалейкум, баршаңызға. Қалайсыңдар? Мой соперник травмировался, снялся с боя, но мне сразу нашли замену. Пацан тоже должен был драться в конце апреля. И тоже соперник снялся, и нас свели вместе. Соперник хороший, молодой, интересный бой будет. Жалғастың келісімшарт бойынша UFC-де бір жекпе-жегі қалды. Қазақстандықтың жаңа қарсыласы ресми түрде жариялануын күтеміз. Шавкат Рахмоновтан жеңіл салмақтың чемпионы Ислам Махачевпен мүмкін болатын жекпе-жек туралы сұрады. Ислам Махачев в соцсетях заявлял, что хочет перейти в полусредний вес. Хотели бы вы встретить его там? Я не знаю, просто как скажем, Ислам Махачев. Біздің салмаққа келетін болса, мен чемпион болсам, ол төбелескісі келсе мені арена онан бас тартпаймын. Былай мен жалпы басқа салмақта, басқа деңгейде болғандықтан, біз қазір таңда төбелесе алмаймыз. Сондықтан оны бәрін уақыт көрсетеді. Былай мен кімде кім шыққысы келсе, мен дайынмын. Бүгінгі күн жаңалықтары осы. Каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.